балалар, қадірлі қонақтар, әріптестер, қар астына қылтиып бәйшешек бой көтергенде көктемнің алғашқы хабаршысы болып аналар мерекесі келеді. Бәйшешек соншалықты нәзіктігіне қарамастан, қалың қар астына бүршік жарады. Біздің асыл аналар көктемгі гүлдей жарқырап, гүл мерекесі, күн мерекесі құтты болсын. Ал құрметті қонақтар, көптен бері асыға күтіп жүрген кішкентай аруымызға арулар байқауын бастауымыз рұқсат етіңіздер. Байқауымызды бастамас бұрын әділқазылар алқасымен таныстырып өтейін. Психолог Аягөз және өзіміздің топтың ата-аналары, папалары, ұлдардың ата-аналары. Аяның папасы, Рамазанның анасы. Уа халайық, мұнда назар салайық, мерекесі халықтың наурыз тойын арналған сайысты біз бастайық. Мың құралған арулар анды басып, келеді міне ортаға толықты жарып, аруларын сыйлаған халқым менің көңілді қошеметпен қарсы алайық. Ортаға арулар сайысын шаққан, сайыскерлерін шаққан. Бірінші номер Амантай Сымба. Үшінші номер Бөлекбаева Айсере. Төртінші номер Идрисова Аяжан. Бесінші номер Қайролла Амина. Алтыншы номер Құрманғалиева Жанна. Жетінші номер Қуаныш Жанел. Сегізінші номер Мұсабаева Рушан. Тоғызыншы номер Сучанова Дамира. Оныншы номер Серікқан Алуа. Он бірінші номер Төлегенова Назира. Арулар, сайысқа түсуге дайынсыңдар ма? Дайын. Кішкене арулар келіп жетті танысуға, бойындағы дарынды дарытуға, қорықпастан сахнаға келіп жетті әдеп пен ізет пен танысуға. Бірінші кезеңіміз таныстыру. Бірінші
4-ші номер Сымбат шақырамыз. Қошеметтеп қойыңыздар. Айзере келіңдер. Аяшан келеді 4-ші номер. Атмысыр асқа таудай, асыл қалқым, бас иіп сәлем беру, ата салтым, бәрі жақсы болғанда, енді кемнен кем қалам. 6-ші номер Жанна келеді. Жанна. Қошеметтеп қойыңыздар. Ең кішкентай аруымыз. 7-ші номер Жанелия келеді. Абай атты өңірде, Аягөзде тудым мен. Анам қойды атымды, Жәлел атты қызымен. 8-ші номер Аружан келеді. Деген баламыз, ұқып білім аламыз. Аты жөнді айтуға, ел жұртқа қарады. Дамира келеді. 7-ші номер. 9-ші номер. Мен ақылды баламын, таныстырып ойымды алдар көзім барамын. Әкем жұмыс сауынгер, амам рөль кәсіпкер. Бейбейтін ән айтатын мен Дамира
10-ші номер Алуа, кел ау. Мен кішкентай баламын. Тауда итке талабым, кішкентай ару. Мәкеліп тұрған менен маңызы алуа боламын. 11-ші номер Назира. Тамақты ғана баламын, айтқан тілді аламын. Таныстыру үшін өзімді алданышқа барамын. Қыз бала ұзары қонсын жатымды, ада қайым қойған екен Нәзира деп атымды. Сұрасаң да тегімді, елім туас болады. Анамның тілін аламын, әкем шекті жауынгер боламын. Білімдіден ақыл шығар, ақылдыдан нақыл шығар. Демеуші сайысымыздың келесі кезеңі қыздарымыздың білімін сынайық. Міне тақтада бізде гүлдер тұр. Осының артында сұрақтар бар. Қыздар өздеріне ұнатқан гүлдерді жуып алады. Сұрағы сүйректі аяқта дейді. Аяқтаған жоқ екен. Соны сымбаттауы өзі аяқтап беруі керек. Сымбат суретке қарай қой. Өте жақсы. Отырамыз. Қошеметтер қойыңыздар. Әділқазы апалар, қарып қойыңыздар суретін. Өзі аяқтап тұрды. Екінші минут Баян тек ал. Өзің ұнатқан гүлді ала ғой. Баян, кел ал мен қызым. Баянның сұрағы жыл мезгілдерін атта дейді. Баян, бізде жылда неше мезгіл бар? Жылда неше мезгіл? 4. Қандай атап қойды? Күз, жаз, қыс, көктем, Үшінші номер сайыскеріміз Айзере келе бар. Қалауы. Айзеренің сұрағы ертегіден екен үзінді. Ата апаны көмекке шақырады. Тарта деген, тартып алып шығара алмайды. Апасы немересін шақырады көмекке. Бұл қай ертегіден үзінді? Шалқан өте жақсы. Бізде ұлдар да қыздарымызды жақсы ертегіден. Рахмет, отырамын. Айжан келе ғой. Қалауы қандай гүл? Айжан сұрағы көктем айларын ата дейді. Көктемде неше ай бар екен? 7. Қандай атап қойды? Наурыз, сәуір, мамыр. Өте жақсы. Бесінші сайыскеріміз Амина. Өзіне ұнаған гүлді ала ғой. Көктем хабаршысы қай
қай құс дейді? Көктемде ең бірінші болып ұшып бізге хабар беретін қай құс екен? Жақ. Өте жақсы. 6-шы сайыскеріміз Жанна Келабай. Жанна Келабай. Жетінші сайыскеріміз Жанайла Келабай. Өзіне арналған гүлді ала ғой. Сурет бойынша айырмашылығын тап дейді. Мен қазір Екі сайын назар. Айта қойыңыз. Міне мен саған микрофон беремін, айта қой. Мен біреуін көмектесіп ары қарай өзін айтайын. Мұнда екі шар бар, иә? Мұнда біреу ғана, иә? Енді келесін айта қойыңыз. Burada şarkısı var. Burada şarkısı çok. Өте жақсы, тағы. Gözü жабық, көз ашық. өте жақсы ғана отырады. 8-ші номер Аружан Келабай. Көктемде қандай гүл ең бірінші болып өсіп шығады дейді. Байшешек. Өте жақсы отыра барамын. Дамира 9-шы сайыскеріміз Келабай. Өзінің ұнаған. Апта күндерін ата дейді. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Өте жақсы. Неше күн бар екен бір аптада? 7 күн. Өте жақсы отырамыз. 10-шы сайыскеріміз Алуаны ортаға шақырамыз. Келабай. Бірден 10-ға дейін, 10-нан 1-ге дейін сана дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Аталар күлмеңіздер, балалар сақталып қалды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Өте жақсы. Назира Келабай. Ала ғой өзінен оның гүлді. Бағдаршамда неше түс бар екен, оларды ата дейді. Қызыл, жасыл, сары, шер. Дұрыс, отырады Назира. Қыздардың ата-аналары өнер сайысынан балаларыңызға киіндіре беріңіздер. Киіндіріңіздер. Қазір аналар көмекшісі биін қабыл Онда аналар көмекшісі биін қабыл алыңыздар. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran
Аягөз, апа десе есік аш, асты десе ұтып. Рахмет, қошеметтеп отырыңыздар. Жанна топта жақсы билеп жүрген, мұнда келгенде көп ата-аналар болған ұялып отыр ғой деп. Отырамыз ғана, рахмет. Сегізінші орынға Аружан келе ғой. Thank you.
жақсы. Дәрігер келе. Қыздар сендер отыра тұрыңдар. Алуа келе ма? Алуаның орындауында тамаша бие.
екінші келесі кезеңіміз арулар аналарына қалай көмектесетіндіктерін істерімен көрсетеді. Другие номера. Обращайтесь. Екінші номер баян. Названия нету? Форма аналар өздері сайысқа түсіп жатыр. Үшінші номер Айзере. Төртінші номер Аяжан. Айзере орнына отырады. Айзере? Бесінші номер Амина. Алтыншы номер Жанна. Жетінші номер Жанна. Сегізінші номер Аружан. Тоғызыншы номер Дамира. Оныншы номер Алуа. Он бірінші номер Назира. Қыздар, номерлерді көрсетіңіздер, енді отырғаныңыздар орындарыңызға.
міне көріп тұрсыңдар, әдемі. Қалдақты. Тура осындай қып, сендердің алдыларында дайын қағаз бәрі тұр. Желімдермен жұмыс істеуді білесіңдер, техника қауіпсіздігін білеміз. Ал енді жұмысқа кірісейік қане. Артық желім сүріп соңын қойды. Болғандар Әділқазы алқасына тапсырыңыздар, апарыңыз. Болғандардың апарыңдар. Әділқазы алқасына. Рахмет, қыздар, орындарына отыра қалыңдар. Ура!
Екінші номер сайыскеріміз Баян. Үшінші номер сайыскеріміз Айзере. Қошеметте отырыңыздар. Төртінші номер сайыскеріміз Аяжан. Бесінші номер Амина. Қошеметте отырыңыздар ата-аналар. Алтыншы номер Жанна. Қошеметте жетінші номер Жанеля. Ата-аналар қошеметте отырыңыздар сайыскерлеріміз. Сегізінші номер сайыскеріміз Аружан. Тоғызыншы номер сайыскеріміз Дамира. Оныншы номер сайыскеріміз Алуа. Он бірінші номер сайыскеріміз Назира. Ата-аналар қошеметте отырыңыздар. Балаларымыз өте өнерлі екенін, өте сүйкімді екендерін көрсетіп жатыр сіздерге. Келешекте де осы балаларымыздың қызығына тоймай жүре беріңіздер, қызықтап. Енді бүгінгі сайыста әртүрлі өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Міне сән үлгісінде әртүрлі мамаларымыз өздерінің өнерлерін көрсетіп, балаларын әдемі көрсете білді. Көп рахмет сіздерге. Алдағы келе жатқанына 8 наурыз мерекелеріңізбен аналарды, апаларымызды құттықтаймын. Деніңіз сау болсын. Осындай көктемде құлпырып әдемі болып жүре беріңіздер. Енді мына сайысқа келетін болсақ, үй тапсырмасына кішкентай ауылдар сайысына қатысып, үй тапсырмасына Сучанова Дамираны марапаттаймыз.
Қайролла Алина. Қуаныш Жанел. Идрисова Аяжан. Баева Айзере. Болатханова Баян. Амантай Сымат. Кішкентай арулар сайысына қатысып, өнерлі ару атанған біздің кішкентайымыз Серхан Алуа. Алуа, рахмет. Мамана бар, кішкентай, мамана берем. Келесі парасатты ару атанған Бөлекбаева Айзере. Айзере кел. Кішкентай ару атанған Амантай Сымбат. Көктем аруы. Қыздардың коронасы қалқапты. Алуа кеш. Нет, сверху, сверху. Видите, тяжело. Вот так. Алуа, бер. Ботагөз ару атанған Құрманғалиева Шанна. Алуа. Жүрек ару атанған Субшанова Дамира. Білімді ару атанған Төлегенова Назира.
Мейірімді ару атанған Идрисова Аяжан. Көрікті ару атанған Қуаныш Жанай. Әдемі ару атанған Мұсабаева Арушан. Сымбатты ару атанған Болатханова Баян. Ал кішкентай біздің арулар ары қарай да осылай үлкен әдемі болып өсе беріңдер, өнерлеріңді көрсете беріңдер, ата-аналарыңды қызықтырып жүре беріңдер деп тілеймін. Сіздерге көп-көп рахмет. Келесі сөз кезегі облыстың меңгерушісі Надежда Владимировна сөз. Уважаемые родители и дорогие, милые наши детки, разрешите вас поздравить с этим первым конкурсом, который начался в преддверии праздника 8 марта. Большое спасибо вам, уважаемые мамы, папы, бабушки и все, кто принимал участие в этом конкурсе. И, конечно, поблагодарить наших милых девочек. Счастья, здоровья и побольше улыбок.